Құрметті азаматтық қоғам өкілдері, сайлаушылар, барлықтарыңызға, баршаңызға сәлем бердім. Әділетсіз Қазақстанның сайқымазақ сайлауына қарсы наразылық манифесін назарларыңызға ұсынып отырмын. Саяси режимнің үш түрі болады: демократиялы, авторитарлы, тоталитарлы. Бүгінде Қазақстанда тоталитарлы режимнің 5 белгісінің бесеуі де көрініс беріп отыр. Бірінші, дара лидер Назарбаевтың орнына қазір Тоқаев барлық билікті узурпациялап алды. Екінші, ойдан құрастырылған идеология сымақ. Екінші, республика, еститін мемлекет, әділетті Қазақстан. Міне осылар жаңағы қазір үстем болып тұр. Үшінші, саяси институттардың барлығы жаңағы қоғамға зорлық жасауда, олардың бақылауында, цензурада. Төртінші, күшті құрылымдар, КНБ, сот, прокуратура, полиция, барлығы жаңағы биліктегілердің сөзін сөйлеп, соның шашбауын көтеріп, демократиялық принциптерге қарсы шығуда. Бесінші, бір партиялық жүйе. Біреулеріңіз айтарсыздар, бізде көп партия. Жоқ. Көп партиялық жүйе ондай болмайды. Партия төменнен жасақталады. Партия деген бір тұтас заттың, бір тұтас нәрсенің бір бөлігі деген сөз. Мысалы, Қазақстан инкубатордың балапан емес қой. Онда жаңағы әртүрлі пікірдегі, әртүрлі білімдегі адамдар бар. Сондықтан партия деген төменнен құралады. Партия төменнен құралады да, оған кіретіндер пікірлестер, бір көзқарастағы адамдар. Мысалы, ұрлықшы менен адал адам еш уақытта бір партияға кірмейді. Ал енді партия бізде, мен алғаш 30 партияның тарихын жазған ғалыммын. Бұлардың бәрі қуыршақ партиялар. Екі мысал келтірейін. Мен Алматыдағы Нәрікбаевтың университеті Казгүйада сабақ бердім. Сонда Нәрікбаев әділет деген партия құрды. Оның мүшелерінің барлығы сондағы оқитын 10 мыңға жуық студент және барлық мұғалімдер. Біз өзіміздің партияда бар екенімізді білген жоқпыз. Кейін білдік. Екінші мысал. Қараша Жағанова деген жаңағы көші-қон агенттігінің бастығы болды. Төрайымы. Ол кісі барлық оралмандарды қосып қойған. Ауыл партиясы да сондай. Ауылдағылар өздері білмейді. Ал Нұр Отанды айтып қажет жоқ, оны өздеріңіз де білесіздер. Барлық мұғалімдер бюджеттік ұйымдағы, органдағы азаматтар мен азаматшалар түгел Нұр Отанның мүшесі. Ал оған мүше болмасаң, значит, жұмыстан шығасың деген сөз. Міне, бір партиялық жүйе, Нұр Отанға барлығы партия жаңа парламентте де осыған бас иет, осылардың айтқанымен жүреді, осыларды мақтайды. Мен 30 жыл ішінде осы тоталитарлық режимменен күрес барысында жоғарғы соттан бастап, мына аудандық сот, оның ішінде Алматының жаңағы Алмалы, Бостанды ауданының соттарына 170 судьяның тізімін, иллюстрация тізіміне енгіздім. 140 прокурор, бас прокуратурадан бастап, 98 МВД-нің жаңағы ішкі істер министрлігінің министрлерімен қосып, жаңағы тергеушілері бар. Бұлардың барлығы Қазақстан Республикасының қылмыстық істер кодексінің 369 бабы бар. Қызметтік жалғандық деп. Менде бұл тартпайтын дәлелдер бар. Бұлардың барлығының фамилиясы жазылып, жаңағы істеген қылмыстары, тәртіп бұзушылықтары қасына жазылған. Бұның барлығы интернетте жарияланды кезінде. Енді билік мені сайлау додасынан шығарып тастады. Ондағы таққан айыбы, мен авторлық құқығымды, міне, мен 3 оқулықтың жаңағы авторымын. Мынау Қазақстан тарихы, қазақ елінің тарихы, саясаттану. Міне 3 кітап алдымда жатыр. Мынау Қазақстан тарихы, архивтен алынған, 600 архивтің материалы бар мұрағаттың. Ешкімнен көшірілмеген. Мынау қазақ елінің тарихы, 14 ғасырдан Совет дәуіріне дейін. Бұл да барлық елдердің архивтерінен алынған. Мынау саясаттану негіздері. Мен шетелде саясаттану мектебін бітіргем. Осы оқулықтармен Қазақстанның барлық студент оқиды.
Ал енді мен декларация тапсырған жоқпын. Біз налоговый комитет Алмалы ауданының налоговый комитетіне, салық комитетіне бардық. 250-ші форма керек деді. 250-ші форма деп бір жарты бет шығарып берді, болды, кеттім. Ал енді мына үш оқулықтың екеуінде авторский право бар екенді, құқық, ал біреуінде жоқ екен. Өйткені бұлардың барлығының датасы 2013 жылы жаңа 19 қарашада алынған. Бірақ нөмірлері әртүрлі. Сонда екеуі барды, біреуі жоқ. Бұл дегенің зорлық барып тұрған. Енді мен сотқа жүгіндім. 10 наурызда сот болды. Сотты жоғары соттың әкімшілік істер жөніндегі коллегиясының судьясы жаңағы Умралип Ербол деген азамат қарады. Маған айтады, закон суров дейді. Өзі сол заңды бұзып отыр. Қожагелиев деген, Нұрлан деген кірістер департаментінің Алматы қаласындағы жігіт аудиттің бастығы. Жаңағы Көшербаев деген Ержан, бас прокуратураның қызметкері. Сосын Бозымбаев Болатжан деген окружной аймақтық сайлау комиссиясының төрағасы. Бұлардың барлығы әкесін өлтіргендей маған қарсы шығып, жоқ, бұл заң бұзып отыр деп маған шабуыл жасады. Енді қараңыз, мен декларацияны тапсырған жоқпын. Ал енді ол декларацияны қайдан алып жүр, оларды көрсетпейді. Мына үш кітаптың екеуі барда біреуінің авторский правасы жоқ болуы мүмкін емес қой. Бұл дегенің барып тұрған зорлық. Жаңағы тоталитарлық режимнің бір белгісінің белгісі осы. Бұған қосымша сіздерге айтайын. Жандосова деген осында ханым бар, Санжар ағамыздың қызы. Оны бірінші сот сатысы дұрыс деп тапты да қанағаттандырды. Жатпаттармағай, жаны қалмай, оны апелляцияға беріп, оны қайтадан шығарып тастады. Енді анау Айгерім Тілеужанды тоже. Жоғарғы сот оны сайлауға қатыстырады да, одан кейін қайттан. Бұл дегенің барып тұрған жаңағы зорлық қой. Бұл демократиялық құндылықтарға қарсы шығу деген сөз. Халықты билікке жолатпау деген сөз. Міне, бүгінгі күннің жаңағы демократиялық Қазақстанның түрі осы. Билік мені сайлау додасынан шығарды. Мынандай заңдылық бар. Әрқашан да сұранысқа ұсыныс қызмет етіп тұру керек. Сұраныс халық, ұсыныс мемлекет, билік. Ал бұл жағдайда сайлау науқаны халық сұранысына қызмет ете алмай отыр. Халық сұранысына. Мысалы, бір мандатты 29 орынға 435 адам тіркеліпті. Бұл деген халықтың жаңағы белсенділігін, осы 431 адамның жартысы өткен кезеңде мүлдем Қазақстан өзгеруші еді. Өйткені заң шығаратын негізгі буынды адал адамдар барады. Билікке бағынбайтын адамдар барады. Міне, сайлаушы мырзалар, электорат, сіздер үлкен мүмкіншіліктен айырылып отырсыздар қазір. Ертең сайлауға бармасаңыздар, сіздің орныңызға өздерінің таңдаған адамдарын салып отыр. Соларға дауыс береді. Енді 435 адам дедіңіз. Бұлар бір пікірдегі барлығы ұлтжанды, ұлтшыл, келешекті ойлайтын, болашақты ойлайтын азаматтар қазір алагөз болып отыр. Бір-біріне немқұрайдылық қарайды. Сен өтпезбен шіркін, мен өтсем деген пиғылдаты көлі. Значит, эгоизм күшейіп отыр. Кеше ғана барлықтарыңыз білетін Айдос Сарым, жаңағы бұрынғы парламенттің депутаты, дейді, мен сыртқа ұрланып шығалған капиталды қайтарам дейді. Бұл демагогия, бос сөз. Мен сіздерге айтайын, ал енді Оразалы менен Әбилов құрған жаңағы елге қайтару қоры. Бұл дұрыс қадам, бірақ бұл да әлсіз, қауқары жоқ. Неге дейсіз ғой? Оны халық қолдау керек. Сыртта жүрген оппозициялық бюроның мүшесі Серік Медетбек пен менің сокурсникім, курстасым, жерлесім Әкежан Қажыгелдин 10 жыл бойы қай жерде, қай офшорда, қандай ұрланған ақша, аты жөнігім түгел дайындап отыр. Ал енді бұл Оразалы мен Әбилов барды да оған бере қоймайды олар. Өйткені ботаның тарихын білесіздер. Бүгін қайтарылған бота қорына жіберді, Аллах бар, қолды болып кетті. Кім екенін білмейді. Сондықтан
Әкежан Қажыгелдин бұл елге қайтаратын жаңағы байлықтың барлығын мұздатып отыр қазір, ұстап отыр. Ол тікелей халықтың байлығы, халықтың қолына тию керек дейді. Міне осы жағдайда екі жол бар. Бірінші, парламент, заң шығаратын орган, шетелге запрос жасап, талап етіп, сұрау керек. Бұл заңды легитимді әдіс. Екіншіден, жаңағы азаматтық қоғам, мұқым халық қолдап, жаңағы Оразалы менен Абиловты қолдау керек. Бұл жол. Бұл екі жағдайда жүзеге асуы дүдәмәл. Неге дейсіз ғой? Парламент Тоқаевсыз бір қадам баспайды. Бұл тек қана Тоқаевтың қолында. Тоқаев жарайды, істеңдер десе парламент ертең бір ауыздан дауыс береді. Сондықтан өздеріңіз ойлап қараңыздар. Әкежан Қажыгелдинді елге қайтару керек. Елге қайтару керек. Ол 93-97 жылдары Қазақстанды жаңағы қиыншылықтан алып шыққан реформист. Нағыз жаңағы білімді азамат. Оны 16 елдің паспорты бар. Оны мұқым Қазақстан жаңағы шетелдегі мемлекет басшылары сыйлайды. Онымен жаңа санасады. Байденнің тамыры, досы. Сондықтан Тоқаевты мәжбүрлеуіміз керек. Мәжбүрлегенде оған оқ атып, жаңағы қысым көрсету емес, митингілер арқылы, жазбалар арқылы қоймауымыз керек. Халықтың ырыздығы қазір талан-таражға түсіп отыр. Сіздер білесіздер ме? Қазақтың несібесі жалғыз табиғи байлық емес. Мысалы, сіздердің әрқайсыңыздың әке-шешеңіз осы жердің Абареген байырғы тұрғыны. Осы жердегі байлық сіздерге де тиесілі болу керек. Халықтың барлығы бірдей. Туғаннан бастап адамда құқық болады, қақысы. Оны ешкім ала алмайды, Алла тағаладан басқа. Сондықтан қазір біздің несібемізді, біздің жаңағы ырыздығымызды Әлия Назарбаевтың қызы Дариға тартып алып отыр. Алла тағаланың берген таза суынан пайда тауып отыр олар. Экономикалық заңдылық бар. Әр товар оған кеткен еңбектің құнымен өлшенеді деп. Ал енді көз алдарыңыз елестетіңіздер, суды біреу жасамайды ғой қолдан, немесе шетелден әкелмейді трубамен. Оның барлық Қазақстанның суы. Сондықтан одан бәленбай пайда тауып отыр, тектен-тек. Автотұрақтарды айтыңыз, көшенің жағасында тұрған. Ол да Алла тағаланың қазақтарға берген жері. Одан да жаңағы пайда тауып отыр. Өтел салығын алыңыз. Жаңағы. Тіпті пойызға билет аласыз ғой. Сол билеттіге үстеме баға қойып отыр ғой бұлар. Көрдіңіздер ме? Қазақ халқын жаппай тонап алған. Әлде тонап отыр. Қазір де оның бәрі жалғасып отыр. Сондықтан мынау қоғамды өзгертпесе, азаматтық қоғам бірікпесеңіздер, ештеңе болмайды. Сіздер аңсаған жарқын болашақ жолындағы тайсалмай күрескен, сіздер мен біздердің, менің құқымды қорғаған, біз үшін 3 жыл қудалауда болған, 3 мәрте, 2 жыл түрмеде отырған жаңағы Жанболат Мамайдың соты әлі жүріп жатыр. Міне 4 айдан асты. Біз үшін түрмеге отыратын, біз үшін 10 шақты рет митинг жасаған Жанболатты қорғауға атсалысыңыздар. Бұл біздің болашағымыз. Сіздер митингге шықпайсыздар ғой? Мен мысалы шығам. Шықпайсыздар. Басқаны айтпайсыздар. Енді біз үшін, болашақ үшін, қазақ ұлты үшін, келешек үшін күресіп жүрген Жанболатты қолдаңыздар. Ол оңай нәрсе ғой? Оның қиындығы жоқ. Ана бабалар атап кеткен, енді менің әжем жиі айтушы еді, қарғыстың ең үлкені өзің білме, білгенің тілін алмау деп. Сондықтан жаңағы бет албаты сөздерді қою керек. Халық бірігу керек. 4-теу түгел болса төбедегі келеді. 6-тау ала болса ауыздағы кетеді дейді. Ауызымыздағы кетіп бітті ғой енді. Онда не қалды? Енді саяси реформа туралы бір сөз. Саяси реформа дегеніміз реформа жоғарыдан жасалынады. Оны билік жасайды. Реформа деген ішінара өзгерту деген сөз. Ал қазіргі саяси реформа жасалып жатыр деген өтірік. Мысал келтірейін. Қой мен ешкі ұсақ түйекке жатады. Ұсақ тұяқтыларға жатады. Екеуінің бойы да бірдей, жаңағы салмағы да бірдей болуы мүмкін. Бірақ қойдың еті дәмді, сапалы, ешкінің еті сапасыз. Қазіргі беріп отырған саяси реформа бұл ешкінің еті бізге. А бізге керегі қандай? Қойдың еті.
көрдіңіздер ме? Барлығы айтады, ой, саяси реформа жүріп жатыр, 20 мыңнан 5 мыңға түсірдік қой, ананы істедік қой, мынаны. Оның бәрі бос сөз. Оның бәрі халықты алдау. Оның мақсаты не екенін айтайын ба сіздерге? Оның мақсаты өздерінің рахат өмірін, жаңағы биліктегі өмірлерін сақтап қалу. Консерваторлық әдіс. Халықты бұрынғыдай мойнына мініп алып, сол қанай беру. Абрам Линкольн айтқан, халықтың жартысын өмір бойы ақымақ қылуға болады. Ал мұқым халықты өмір бойы ақымақ қыла алмайсың деп. Сондықтан мұқым халық ақымақ болмауға тырысыңыздар. Дамудың эволюциялық, революциялық жолы болады. Эволюциялық жол енді 1 жасқа, 2 жасқа, 3 жасқа келдің деген сияқты. Реформа деген билік өзі түсініп, жаңағы реформа жасайды. Кранның шүмегін ашса су ағады, жапса жауып қояса су ақпайды. Міне қазір бізге сыздықтатып қана қойып отыр. Шөліміз қанбай отыр. Көрдіңіздер ма? Ал революция деген ескіні жаңамен ауыстыру деген сөз. Алла тағала шариғатта жазылған. Заңсыз жаңағы заңға қайшы, халыққа қиянат жасайтын билікті алуға Алла тағала да ниетті. Мынау ғұламалар бар. Ғылым деген ақиқаттың барометрі. Анау тұңғыш оратор, әлемдегі нөмір 1 заңгер Марк Тулли Цицерон, анау мемлекет туралы анықтама берген Макиавелли, анау Мартин Лютер Кинг. Қала берді өзіміздің Алаштың ардақты атамыз Міржақып Дулатов деп айтқан ғой, әдет ғұрыпқа, менталитетке қайшы заң аяққа тар етік кигенмен бірдей деп. Сондықтан мына жасалатын заңдар халықтың мүддесіне сай жасалу керек. Сонда ғана жаңағы қоғам демократиялық құндылықтарды жүзеге асырады. Енді мен сіздерге бір оқиғаны айтайын. Мен 82 жылы Әуезов ауданында райисполкомда орг отделдің нұсқаушысы болдым. Менің қол астымда 60 аудандық депутат, 40 қалалық депутат, 8 жоғары соттың депутаты болды. Олардың бәрі передовиктер, еңбекте жұмыс істейді, бірақ сауат жоқ. Ол тек қана сессияда қол көтереді, болды. Соны заң деп қабылдайды. Ол кезеңде совет дәуірінде сондай болды, тоталитарлық режим. Оларға магазин ашып қойған, жақсы удостоверениесі бар, біз тегін жүреді көше автобуста. Міне сол сарын, сол із әлі де жүр. Ана жерде парламент отырған депутаттар өздерінің рахат өмірін орнайды. Билік не айтса, соны айтады. Ана Иса деген депутат бір кезде газетіне жазған. Сол кездегі депутаттар жат десең жатады, тұр десең тұрады, ал тұр дегенді ұмытып кетсең, жата береді деп. Міне, депутаттар деген, ал мына 435 депутаттың жартысы барған кезеңде қоғам мүлдем өзгеруші еді. Оны міне, мен сияқты жаңағы әркімнің тілін ала бермейтін адамдардың барлығын шығарып отыр сайлаудан. Бұл қандай сайлау? Сайқымазақ сайлау. Бұл деген халықты қорлау, халықтың намысына тию, халықты өзіне қарсы қою. Одан басқа ештеңе емес. Шындықты айту деген өтіріктің ғұмырын қысқарту. Шындықты жасыру өтіріктің ғұмырын ұзартумен бірдей. Сондықтан арамға алданбаңыздар. Ақты ақ, қараны қара деуден тайынбаңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға.